Сәлем достар баршаңызға. Бүгін жүрекше тәрізді булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Балалық шақтың дәмін еске түсіретін булочки өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Және менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін ыдысымызға ыстық сүтімізді құйып, оның үстінен қантымызды салып, және дрож тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Сұйық майымыздан аздап бетіне жаққанға қамырымызды алып қаламыз. Аздап араластырып болғаннан кейін оның үстінен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Аздап араластырып алғаннан кейін міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін бірінші осы венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін аздап венчигімізді тазалап алғаннан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды жұмсақ қылып илеуіміз керек. Оның үстінен алып қалған аз ғана сұйық майымызды құйып илеп аламыз. Қамырымызды илегенде ұнымызды көп қоспаған жөн, ол ұнның сортына байланысты болып келеді. Мінекей жұмсақ қылып иледім. Енді қамырымызды көтерілгенше бетін жауып, орап, сыртынан қойып қоямыз. 1,5 сағаттай тұрса жетеді. Мінекей қамырымыз жұмсақ, үлкен, өте көлемді болып көтерілді. Қамырымыз ұнды қажет етпейді. Дайын болған қамырымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Көз мөлшерімен алуға да болады, немесе таразымен өлшеп алсаңыздар да болады. Мендегі рецептпен 12 бөлік шықты. Барлығын осылай біртіндеп, дөңгелектеп, зуала жасап аламын. Бірінші қамырымызды осылай жайып аламыз. Дөңгелектемей, аздап төрт-бүршілеу қылып жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек. Қамырымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды жағып аламыз. Оның үстінен 2 шай қасық қантымызды сеуіп алдым. Көбірек қоссаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай орап аламыз және орап болғаннан кейін пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар болады. Жүрек пішінді шығады булочкиіміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін көрсетейін деп жатырмын. Қамырымызды жайып, үстінен сары майымызды жағып алғаннан кейін 2 шай қасық қантымызды сеуіп аламыз. Қаласаңыздар 3-4 қасық салсаңыздар да болады, тәттірек шығады. Жақсылап осылай орап алғаннан кейін видеодағыдай орап, пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Жүрек пішінді тәріздес булочкиіміз шығады. Барлық булочкиларымызды противенге салып, 180 градуста 25 минутқа салып аламыз. Жұмыртқа бетіне жақсаңыздар да болады. Мінекей булочкиларымыз пісіп шықты, өте дәмді, әдемі болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Достар, егер рецепттер ұнап жатса, каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздермен бірге сымбат.